Буруж деген сүре бар. Намазда оқып жүресіздер оны. Сол Буруж сүресінде Асхабул Ухдуд деген вақиға, үлкен қазылған ордың егелері деген вақиға айтылады. Сол үлкен ордың егелері деген сөз шамаменен 10.000 адам. Бір Зу-Нуас деген, Юсуф Зу-Нуас деген, яғни Нуас деген сөз мына жерге қойылған шашты айтады. Еврей дінін ұстанатын бір иемендік патша тарихта. Патша өзімнің дініме кірмедіңдер, мені Құдай деп білмедіңдер деп, өзін Құдайға теңеп кеткендігінен сондай ісініп кетіп, мені Құдай деңдер, болмаса өлтірем деп 10.000 адамды отқа жағып өлтіреді. 10.000 адамды. Тарихта 3 кішкентай сәби туыла салып сөйлеген дейді. 3 кішкентай сәби туыла салып сөйлеген. Сол 3 сәбидің біреуі сол жерде сөйлейді. Отқа қарай айдап бара жатқанда қолында жаңа туылған перзенті бар. 2-3 айлық баласы бар ана. Баласын кеудесіне қысып, әскер бірақ артынан қамшылап, найза қылышпенен қуып, отқа қарай айдап келе жатқанда оттың алдына кеп тоқтайды. Үлкен жар тұр, іші тола от. Соның алдына кеп тоқтап тұрған кезінде, қорқып тұрған кезінде сәби сөйлейді. Айналайын анашым, жәннатқа қарай қадам бас, артқа жүрме дейді. Сәби сөйлейді. Содан жәннатқа қарай қадам басады. Иә, сол жерде 10.000 адам өлді. Не пайда болды? Алла қорғамады ғой емес, иманмен кетті. Ол үлкен нәрсе. Сынақсыз, сынағы аз болып, немесе Алланың сөзі үшін, өзінің иманы үшін өлу деген бұл үлкен ғанибет нәрсе. Құранда сол Буруж сүресінде айтылады. Оларды еш нәрсе үшін өлтірген жоқ, тек қана Алла деген сөз үшін